Албат кою біздің яшаған еріміз ола. Менің қарбабам, қардеделерім албатлы олалар. Бу ев қардеделерімі, қарбабаларымын еві ола. 1924 сенесі құрылған ев. Дешетлі сүргінлік қардеделерімі, қарбабаларымы милетімі ватандан айырды. Адалет күрешлерінің еніп, қарбабамлар сүргінліктен сон албат койыне келіп, өз евлеріні алмаға істеділер. Ләкин оларның евінде башқа қорандалар яшайды, қысмет олмады. Қарбабамларының евінің янындаки ев сатылайды. Чоқ тұшынмей қарбабам біздің шынды яшаған евімізні сатып алалар. Ескі евні бұзып, яны ев ясадылар. Шынды біздер балабан қорантамызнен албат койынде яшаймыз. Қарбабам пек севіне өз малесінде албат койынде яшағанымызға. Біздің қорантамызның айле дегереклері албат койы ола. Ресімде қарбабам Февзия Медоғлы, битам Гүлнар Исмаил қызы, Ридван Имджем, бабам Нариман, алаларым Зарема ве Зера. Албат тарихи кой, бұрын қая ве сүйрі қаяларының көксілерінде әлі да гемерлеріні бағлаған алқалар рас келе. Бір вақытларда бұ екі қаяның ортасы деңіз олған. Вақтынен деңіз чекілген екі қая арасында албат койы пейда олған. Бұ койде де біздің айлеміз тамыр атқан. Шының içінде біздер өз койымызны севеміз ве албат койыны біздің айле дегерліклерімі деп саямыз. Қарбабамың қарбабасындан қалған Құран. Бұл Құранға 300 ел олды. Айле дегерліклерімізге біздің қардеделімден қалған Құранда кіре. Құранның тарихи біздің әлеміздің бағлы. Чүнки Құран біздің ватанымызда біздерінен. Аметова Сание, Куйбышев Умумтасил мектебінің 9 сынып талибесі, Оджа Мамедова Улькера Эрнесіні.